Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге кезекті студент подкаст. Бүгін сіздермен бірге болатын Кенжетай Нұрсамал және мен Кабидуллин Ақтек. Жалпы бүгінгі подкастымыздың тақырыбы денсаулық өмір салты. Яғни айтқанда, жалпы өмір салтын дұрыстай отыра, қалай денсаулығымызды жақсартамыз деген оймен осындай бір подкаст түсіріп жатырмыз. Яғни айтқанда қазір енді студенттер үшін бір өте көп айтыла бермейтін, бірақ бір маңызды, өзекті тақырыптардың бірін алып отырмыз. Қазір Нұрсамал екеуміз жалпы айтқанда енді қалай десек болады, адам егер де ауырмаса, яғни ешқандай да денсаулығында мәселе болмаса, оның дені сау деген енді мағынаны білдіре бермейді. Яғни айтқанда тек қана адам міндетті түрде төсек тартып ауыру керек емес, яғни денсаулығы жақсы болу үшін. Жалпы қазіргі бір өзіміздің өміріміздегі бір қозғалыстармен, күнделікті әдеттерімізбен жалпы шектеледі адамның денсаулығы деген. Мысалы айтқанда, адамның денсаулығын жақсарту үшін ең алдымен адам бір өзінің ішкі бір жан дүниесін тазартып алу керек. Содан кейін адамның ішкі тәні тазарады, жаны тазарады дейміз ғой. Ең жалпы бір дені сау адам, ішкі жан дүниесі тыныш адам, денсаулығы жақсы адам деп айтамыз. Ал енді студенттер үшін жалпы денсаулықты дұрыстауды қалай студенттер арасында, жастар арасында бір өмір салтына айналдыру керек деген секілді мәселеге тоқталайын деп отырмыз. Жалпы айтқанда ең алдымен бір өзекті мәселелердің бірі қазіргі таңда біз үшін жаңағыдай газдалған сусындар, фастфуд жеу, тез тамақтану, энергетик сусындарды қабылдау. Жалпы осы әдеттерде, осы денсаулыққа қазір денемізде көрінбесе де ұзақ уақытқа кері әсерін беруі мүмкін. Уже студенттік кезден кейін жүрек қан тамырлары аурулары пайда бола бастауы мүмкін осы энергетика сусындарынан. Ал фастфудтан денеміз шаршап, уже энергия қабылдамай, тез шаршап, тез ұйықтау бастауы мүмкін. Өзімізде көңілімізді төмен түсіріп, немесе өзіміз көңіліміз көтеріңкі болмай, тез ұйықтағымыз келіп жүреді, немесе басқа денсаулыққа байланысты серуендеу деген сияқты істерді жасағымыз келмей қалады осы нелерден, әдеттерден. Көбінесе осы студенттердің арасындағы ең қиын, ең кең таралған сусындардың бірі энергетика. Көп ішеді, көп қабылданады, бірақ бұл дұрыс емес. Өйткені бұл энергетиканың ішіндегі ингредиентті білмейміз ғой. Көбінесе көп қант пен кофеин болады. Бір банка энергетиктің ішінде 3 шынаяқ кофеин болады. Бұл жүрек қан тамырларын өте баяу жиілеп кетеді, жүректің соғылуы жиілеп, қанның қысымы көтеріледі. Яғни денеміз қазір денемізге, миымызға тез әсер береді, оятып жібереді, бірақ соңында келген кезде шаршаңқылық көбейеді, ұйықтағымыз келіп тұрады, бірақ өзімізге ұйықтамаймыз дейміз. Өйткені біз көбінесе ішетіміз сабақ кезінде ішеміз, түнгі уақытымызда ішеміз, емтихан кездерінде дедлайнды тез аяқтауымыз керек деп ойлаймыз ғой. Сол сияқты қанттың да көп мөлшерде қанттың да әсері өте көп. Біз бұны байқамаймыз, бірақ көбінесе тамақ жемеуіміз нашар болады, жеуіміз. Энергетик ішіп аламыз, тойып жүреміз дейміз де, уақытша болады, бірақ бұл уақытша біраз сағаттан кейін тамақтануымыз керек болады. Бірақ көбінесе студенттерде фастфудқа өте көп болады. Фастфудты тез тағайындалады дейміз де, мына жерден фастфудты жеп алайық. Сондықтан көбінесе студенттер және фастфудта арзан келеді, арзан тағам. Қолайлы дейсіз, студенттер үшін. Жалпы енді ең басты энергетика жайлы айтып жатсыз ғой, энергетик сусындар, бір қазіргі таңда студенттер арасында, жастар арасында бір тіпті трендке айналып бара жатқан сияқты да, сол сусындарды ішу бір тренд дейді, бір сәнді деп айтама, жастар арасында сол энергетик сусындарды ішу бір сәнді сияқты болып көрінеді да. Бұл өзі бір жалпы энергетикті ішу адамның миына, санасына жалпы бір шабуыл беретін сияқты да. Мен осы бір құты энергетикті ішіп алам, сосын мен өте бір жақсы энергиямен жүрем, күні бойы шаршамай жүрем, сергіп жүрем деген миға бір адам өзі сондай
нәрселерді қабылдап алады да, сол нәрсе жалпы андай адамға орындалатын сияқты да, бірақ ол өте бір өзінің белгілі бір мөлшерде энергиясын беретін болар. Енді қанша ғұрлым адамға энергия көп беретін болса, соғұрлым ол денсаулығына да өте бір кері әсерін береді ғой, жалпы энергетикалық сусындар. Сенің сөзіңе бір жалпы көбейтіп айтып жатқаным ғой. Уақытша ғана 1-2 сағат міне ояу адамды денесін ояулатады, миын тітіргеніштерге 1-2 сағатқа көңіл күйіміз көп болады, ояу жүреміз, көп жұмыс істегіміз келеді, бірақ ол уақытша десек те болады. Бұны көп пайдалануда адамның денесіне қазір білінбесе де ұзақ уақыттан кейін уже денедегі зиянды жағдайларға әкеледі. Иә, дұрыс айтасың. Жалпы сол энергетиктерді ішу ең басты. Бір адам оны жалпы міндетті түрде тек болды мен осыны қоям деп қойып кету керек емес, тек қана бір соны ішуді басым қылу керек, иә. Мөлшерін азайту керек, иә. Аптасына 1 рет ішу деген сияқты, иә. Күнде ішетін адамдар бар, ол біздің айналамызда, біздің достарымызда да бар, тіпті ағаларымыз, әпкелеріміз бар. Күн сайын сол нәрсені қолдана береді, потому что сол нәрсеге бір кіріп кеткен да, уже шыға алмай жатыр энергетиктен. Демек оның құрамында бір адамды тартатын бір жағымды нәрселер бар, бірақ сол жағымды нәрселер бір уақыт өте келе кері әсерін береді да денсаулыққа. Соны адамдар бір түсінбей қалып жатыр. Бұл енді біздің айтып жатқанымыз энергетикалық сусындар ғой. Жалпы жаңа өзің бастап кеттің, фастфуд тағамдар жайлы. Тез дайындалады, өзі бір бағасы арзан тұрады деп студенттерді бір өзінің жарнамасымен, бір суреттерімен тартып тұрады ғой, жалпы айтқанда. Қазіргі таңда сол фастфуд тағамдарына жаңағыдай сабақтан шығамыз, шаршап шығамыз, үйге барамыз, тамақ жасағымыз келмейді. Ерінеміз ғой, шыны керек. Тамақ жасауға бір энергиямыз болмайды, ерініп тұрамыз. Сол кезде не істейміз? Жаңағыдай үйлердің астында тұратын жаңағы бутиктерден донер, жаңағыдай шаурма, бургер тез дайындалатын тағамдарды алып аламыз да жей саламыз. Өзі бір студенттер үшін қазір көптеген ондай фастфуд тағамдарына жеңілдіктер де өте көп қой. Біреуін алсаң екіншісін тегін деген секілді, сондайға қатты қызығамыз да сатып алып жейміз. Енді оның барлығы да былайша айтқанда фастфуд тағамдары тез тойғызады ғой. Фастфуд деп енді аты айтып тұр ғой. Тез тағам, тез дайындалады бір жағынан, және бір жағынан тез тойдырады адамды. Енді тез тойдырады, 1-2 сағаттық жаңағыдай адамға энергия береді, тойып жақсы болып жүресің да, бірақ 1-2 сағат өткеннен кейін сен бәрібір қарның ашады. Үйдегі жаңағыдай анаңның қолынан пісірілген ыстық бір сорпаға бәрібір де ол тез дайындалатын тағам, жаңағыдай бургер, донерлерде бір жетпейді ғой, шыны керек. Енді оның ішінде де фастфудтың ішінде бір бургерді алатын болсақ, немесе жаңағы шаурманы алатын болсақ, өте зиянды нәрселер өте көп. Біз енді көп нәрсені дәмді болғанына қарай жей береміз да, бірақ құрамын көп оқи бермейміз ғой. Кез келген тамақтың құрамына қатты бір мән бере бермейміз. Дәмді болса, немесе бір рекламасы күшті, бір әсем болып тұрса болды, сол нәрсені алып аламыз қызығып. Бір жалпы айтады жаңағыдай фастфуд тағамдарының ішінде трансмайлар өте көп. Яғни бір күндік майға мысалы бір 2 литр май дайындап қоятын болсақ, соған айналдырып пісіре береді да, кез келген жаңағыдай бургердің ішіндегі етін болсын, ол өте бір трансмайлар дейтін адамның денсаулығына өте бір кері әсерін беретін нәрсе. Яғни айтқанда жаңағыдай жүрегінің соғуын адамның төмендетеді, жалпы айтқанда қан қысымы нашарлайды адамның. Сонымен қатар тағы да қандай нәрселер бар жалпы фастфудтың ішінде адамның денсаулығына, асқазанына гастритті туғызуы мүмкін, асқазанның ауруларын жалпы көбейтеді, іштегі адамның организмінің жұмыс жасауын төмендетеді, жалпы айтқанда. Және де ең басты нәрсе ол бір тәуелділікке алып келеді. Бір жесең жей бергің келеді, қайталап жей бергің келеді, ұнай береді оның дәмі. Сонымен қатар жалпы айтамыз, мысалы мен өзімнің басымнан айтайын, мен осы студент болғалы бері фастфуд тағамдарды өте жиі жеп кеттім. Үйге барам, тағам әзірлегім келмейді, фастфуд сатып алам, оңай, тез тойып қалам. Соның әсерінен жалпы ең басты нәрсе ол калория. Ішінде көбі бір мойындағысы келмейді енді адамдардың, бірақ оның калориясы өте көп. Яғни айтқанда бір бургердің ішінде жалпы айтқанда 1 күндік калория болады екен. Яғни калория арқылы біз бойымызға артық майлар, артық салмақ жинаймыз. Енді ол артық салмақ ең алдымен адамға бір комплекс алып келеді, біріншіден, екіншіден оның денсаулығының жалпы төмендеуіне алып келеді ғой. Сонымен қатар жаңағыда фастфуд тағамдарын көп жеу арқылы жалпы адам өзінің бір сыртқы келбетін дейді ғой, бұза бастайды.
енді әркімнің бір өзінің организміне қарай бәлкім әсер ететін шығар. Мысалы сол фастфуд тағамдарын көп жеу арқылы мен бетіме көптеген бір қалай деп айтады, бөртпелер шыға бастады, безеулер шыға бастады, яғни айтқанда оның ішіндегі, демек бұл біз нені көреміз, сол фастфудты көп жегеннің әсерінен менің организміме келіп жатқан кері әсерді береміз. Жалпы адамның бетіне шығатын бөртпе, безеудің өзі іштегі асқазан, ішек жолдары, ішкі құрылыстары адамның дұрыс болмаса, жалпы соның да әсерінен шығады адамның бетіне. Демек бұл кері әсерін беріп жатыр деген сөз деп ойлаймыз жалпы. Өзің жалпы осы нәрсеге қалай қарайсың? Дұрыс айтасың. Осы студенттердің бірақ тез қабылдап бұдан бас тарту дегенде жоқ, бірақ осы фастфудты жеу қалайды, фастфудтарды тоқтату деген көбінесе студенттер кері бірден бір қойып кете алмайды ғой. Қойып кете алмаймыз. Мөлшерін азайту керек дейсің ғой. Аптасына бір рет немесе 3 күнде бір рет жеп тұрсақ фастфудты, осылай әдетпен оның фастфудты жеуде төмендетуіміз де мүмкін. Өйткені уже денсаулығыңа әсерін беріп жатыр, оны біраз уақыттан кейін уже көресің өзің. Демек, енді айтқымыз келеді, жаңағыдай үйіміздегі анамыздың пісірген ыстық тағамнан, әжеміздің пісірген жаңағыдай ыстық бауырсағынан артығы жалпы біз үшін жоқ. Денсаулығымыз үшін жалпы бір ең жақсы нәрселер солар ғой. Үйдің тамағы ең керемет тамақ десек болады. Тоясың бір жағынан, өте сондай дәмді, жалпы. Содан кейін енді біз не айтқымыз келеді, жаңағыдай басты тақырыбымыз енді денсаулық өмір салты деп алдық қой. Осы фастфуд тағамдар мен энергетикалық сусындардан ең алдымен жаңа айтқандай түбегейлі бас тарту ол енді мүмкін емес деп ойлаймыз. Бір бастап жеп кеткен жастар арасында ол бір трендке айналып жатқаннан кейін тек соның мөлшерін азайтып, аптасына бір рет, күніне енді 3 күнде бір рет жеп тұрсақ, соның өзі жалпы денсаулығымызды қалай керісінше жақсарып жатқанын бізге көрсетеді. Енді жалпы денсаулықты қалай дұрыстауға болады? Яғни денсаулықты жақсартуды қалай бір өмір салтына айналдыруға болады? Көбінесе ең бір жақсы әдеттердің, негізгі әдеттердің бірі ол серуендеу. Көбінесе бір күнде 20 минутқа серуенге айналдырсақ, бұл да адамның ағзасына өте жақсы әсер береді. Таза ауада, саябақтарда 20 минутқа, 30 минутқа өзің жүріп, жай ғана жүріп, өзің таза ауаны жұтып, өзің достармен сөйлесіп, осы ағаштардың ағаштардың көлеңкесінде отырып, осы денсаулық әдеттер жақсы әсер етеді. Және де денедегі қозғалыстарды жақсы әсер етеді. Денені созылу, немесе жаңағыдай медитация бар, кітап оқу бар, жаттығулар жасау. Тек біз көп залға барып жаттығу жаса демейміз. Үйде де, немесе саябақтарда да өзіңнің созылып денеңді, денеңді қолыңды жаттығу жасасаң да, осы денеге жақсы әсер береді. Және де ол екінші ұйқы режимі. Студенттерге ең маңызды бұл ұйқы режимі мәселесі. Өйткені қазір студенттер ойлайды, ұйқы қажет емес, мен ұйқысыз жүре аламын, өйткені мен жаспын, менің энергиям тасып тұр, денсаулығымда ешқандай проблема жоқ деп. Бірақ ересек адамға 7-9 сағат ұйқы қажет. Тыныш ұйқы қажет дейсің. Күні бойы ояу жүруге осы ұйқының маңызы зор болады. Сондықтан ұйқы бір уақытта жатып, ұйқыға бір уақытта оянған бұл жақсы әдет. Денеге де, денсаулыққа да жақсы әсер беретін. Мидың сергуіне де. Мидың демалуына да бір уақытта ұйықтасаң да, бір уақытта тұрып, осындай режим дейді ғой, осындайда жасап алсаң, уже күні бойы өзің энергия тасып тұрасың десек те болады. Соңғы үшінші менің айтарым су ішу. Су мөлшері режимі. Күнде ересек адам 1,5-2 литр су ішу керек. Ол су ішпеу тері ауруларына, терідегі құрғауына алып келеді.
жаңағыдай бетіміз күшті жасарып жүрсін десек, бетіміз бір жылтырлап жақсы әдемі болып жүрсін десек, жалпы кез келген дәрігерлер болсын, кез келген осындай бір немесе косметология мамандары болсын, жалпы суды ішуді жиілетуді, яғни судың мөлшерін көбейтіп күн сайын ішуді жалпы кеңес береді. Су ол бір өте ең керемет дәрумен деп айтсақ болады, ең керемет бір дәрумен, яғни күніне таңертең тұрған кезде әсіресе жаңағыдай аш қарынға 1,5-2 литр су ішсек, яғни қайнаған кәдімгі таза суды бір стакан суды ішсек, денең тазарып қалады десек те болады. Ішкі организмдер тазарып, жаңағыдай қан айналымын жақсартады. Жалпы адам өмірінің ең бастысы қан айналымы жақсы болып тұру керек қой. Қан айналымы жақсы болса, адамның денсаулығы да, әрі қарай өмір сүруі де, тыныс алуы да жалпы жақсара береді деп айта аламыз. Міне достар, бүгінгі енді біздің подкастымыз соңына да келіп жетті. Енді біздің айтқан фастфуд жайлы, энергетикалық сусындар жайлы, және де өмір салтын қалай жақсартуымыз керек жайлы кеңестеріміз сіздерге оң бір пайдасын береді деп ойлаймыз. Ішінен өздеріңіздің алып алатындарыңыз бар шығар, бәлкім біздің сөзімізге, айтарымызға өздеріңіздің қосатындарыңыз бар шығар. Жалпы осымен біздің студент подкастымыз тәмамдаймыз. Көріп отырғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.